Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы 8-ші сынып. Сабағымыздың тақырыбы аққулар ұйықтағанда поэмасының көркемдік құндылығы, оқу мақсаты, шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау. Күтілетін нәтиже: шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтайды. Сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрақ: жетімкөл неге жетімсіреп қалды? Екінші сұрақ: ананың аққуды атуына не себеп болды? Үшінші сұрақ: аққуды атқан ана кінәлі ме? Бұл шешімге ана қалай келді? Төртінші сұрақ: поэма қандай мәселені көтеріп отыр? Бесінші сұрақ: жылқышы қарттың аққуға кезенерде ырым жасап, тым құрыса саусағыңды қанаттың ба деген сөзі нені білдіреді? Бұл сұрақтар аққулар ұйықтағанда поэмасынан алынған сұрақтар. Сұрақтарға жауап береміз. Автор стилі дегеніміз не? Автор стилі көркем шығарма, эстетикалық категория, ең алдымен оқырман сезіміне, оның ой санасына әсер етуі тиіс. Шығармадағы көркемдегіш тілдік құралдардың көп кездесуі жазушы тілінің шеберлігін, орынды сөз оралымдарын ұтымды, қисынды жұмсалу жайын көрсетеді. Жазушы стилі өзіндік сөз өнері мен суреткердің өзіне ғана тән қалам ізі. Әр жазушының өзіне тән сөз қолдану мәнері, оларды ұштастыра білу өнері, әсерлі түрде жеткізу шеберлігі болады. Жазушы стилін шығармадағы көркемдегіш, бейнелеуіш тәсілдер арқылы да көруге болады. Көркемдегіш құралдар автордың шығарманы әсерлеу, бейнелеуіне септігін тигізіп, оның шеберлігін танытатын құралдар. Ондай құралдарға ажарлаудың, құбылтудың түрлерін жатқызуға болады. Ал енді көркемдегіш құралдар туралы қысқаша мәліметтермен танысайық. Көркемдегіш құралдардың бір түрі метафора. Метафора екі нәрсені не құбылысты салыстыру және жанастырып жақындату негізінде астарлы тың мағына беретін бейнелі сөз тіркесі. Метонимия өзара байланысты балама ұғымдарды қолдану, құбылыс орнына оның ерекше қасиетін көрсету. Кейіптеу дегеніміз әртүрлі жануарларды, табиғат құбылыстарын немесе жансыз нәрселерді адам кейпіне келтіріп суреттейтін көркем тәсіл. Келесі көркемдегіш құралдар: эпитет заттың не құбылыстың айрықша белгісін, қасиетін білдіретін бейнелі сөз. Теңеу затты немесе құбылысты басқа нәрсемен салыстыру арқылы сипаттау тәсілі. Ирония бір қарағанда мақтау тәрізді көрінгенмен, оның астарында әжуа, кекесін басым болуы мүмкін. Перифраз құбылыстар мен заттардың атын атап түсін түстемей, айрықша белгі қасиеттеріне негіздей отырып ауыстыру тәсілі. Эллипсис сөйлемнің ойдың ықшамдылығын, әсерлігін, өткірлігін арттырады. Гротекст шынайы, нақты өмір мен фантастикалық шарпысуына, әдепкі және таңғажайып оқиғаларды қайғы мен күлкіні шендестіруге құрылатын көркемдік бейнелі тәсіл. Осымен біздің көркемдегіш құралдармен танысуымыз аяқталды. Енді аққулар ұйықтағанда поэмасынан көркемдегіш құралдарды табамыз. Берілген үзінділерді көркемдегіш құралдармен сәйкестендіріңіз. Біздегі үзінділер: ақ төсек, аппақ айдын, аққу бала, жаралы аққу секілді жаттың бана, мына жатқан жетім көл, мына аққуды өз қолымен өлтірдім, аттым жаңа. Осындағы үзінді ақ төсек, аппақ айдын, аққу бала сөзі теңеу ме, әлде эпитет пе, әлде метафора ма, метонимия, перифраз ба, соны анықтауымыз керек. Келесі үзінді: таста тұнған жаңбырдың тамшысындай, қалай біткен мына көл тау басына, мөлдірейді қарайды қара шыңға, жалғыздықтан жамандық барма сірә. Оралмады аққулар осы маңға, жылдар өтті байғұстар шошыған ба, жетім көл жетімсіреп қала берді, арман-ай аққуымен қосылар ма. Келесі: ақ қанатын сабалап асыр салып, бірдей суға сүңгейді басын малып, ойласаңшы ойнасын ерке құстар, тыныштығын олардың қашырмалық. Келесі үзінді: алаңсыз тарануда күнге қарап, айдынның еркелері білмей тұрмын,
етермін тағдырыңды кімге аманат. О қасірет, осындай ма едің, сорымның қалыңдығы шашымдай мен қасірет, қасиет ұшып кетті. Бұл жердегі өзінділер теңеу, эпитет, перифраз, метафора, метонимия көркемдегіш құралдардың қайсысына тура келетін сәйкестендіру. Ал енді сәйкестендіріп көрейік. Ақ төсек аппақ айдын аққу бала. Бұл жердегі көркемдегіш құрал метафора болып тұр. Таста тұнған жаңбырдың тамшысындай сөзді теңеу болып тұр. Жетім көл жетімсіреп қала берді. Бұл кейіптеу болып тұр. Келесі, ақ қанатын сабалап асыр салып. Бұл эпитет. Айдынның еркелері, перифраз, шашымдай теңеу болып тұр. Келесі тапсырма, оқиғаға байланысты эпизодтарды пайдаланып, ана бейнесін ақынның суреттеуін шығармадан тауып жаз. Бізге берілген оқиғалар: ана оқиғасы, жетім көлге аттанған ана, аққуды атқан ана және эпизодтар. Баланың ана отыр күйін бағып, ана оқиғасы. Жетім көлге аттанған ана, мұндағы эпизод. Бала өлсе бақыттың керегіне, аққуды атқан ана, мұндағы эпизод. Жаралы аққу секілді жаттың бана. Осы эпизодтарды ақынның кітапта қалай суреттеуін теріп жазу. Ал енді қалай суреттелетінін салыстырып көрейік. Ана оқиғасы. Баласының ана отыр күйін бағып. Бала жатыр төсекте күйіп жанып, баласының ана отыр күйін бағып. Қайдағы ой қатыгез, сұрқай ойлар, миын қарып барады, миын қарып. Жетім көлге аттанған ана, балам өлсе бақыттың керегіне. Жалғыз ұлдан артық па жалған бәрі, балам өлсе бақыттың керегіне. Топан су басып кетсін қалғандарын, перзент сұрап несіне армандадың, құрысын онсыз сенің жанған бағың. Келесі оқиға, аққуды атқан ана, мұндағы эпизод. Жаралы аққу секілді жаттың бана. Ақынның суреттеуі. Мына жатқан жетім көл, мына аққуды өз қолымен өлтірдім, аттым жаңа. Жоқ, мен емес, мен атпадым, кеше гөр, жаратқаным. Осымен өзіңді тексеріп тапсырмасы аяқталды. Енді кері байланыс тапсырмасы: аққулар ұйықтағанда поэмасының бір кейіпкеріне хат жазу. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.